Кайырлы күн. Бүгін осындай өте дәмді, өте сочный, влажный абрикосовый пирог дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен 3 жұмыртқамызды жарып, үстіне секерімізді салып, жақсылап араластырып аламыз. Содан соң үстіне ерітілген сары майды құямыз. Содан соң сметанамызды саламыз. Жақсылап араластырғаннан соң ұнымызбен разрыхителімізді саламыз. Мен мына жерде айта кетейін, менде ұн мен разрыхителі бір-біріне араласқан. Біздің массамыз дайын, дәл осындай густой сметана сияқты масса болуы қажет. Абрикосымызды қалағаныңызша турап алсаңыз болады. Пирогтың іші ешқандай сухой болмайды. Пирог өте влажный болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Қазіргі абрикостың сезонында міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді. Және де балдарға да таңертеңгі завтракке де өте жақсы желініп кететін пирогтардың бірі. Әркім өзінің пештің ыңғайына қарай шамамен 1 сағаттай пісіріп аламыз. Піскен піспегенін шпажканың көмегімен тығып қарасаңыз болады. Пирогымыз дайын болды. Барлық керек ингредиенттің барлығын мен астына қалдыратын боламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Айгерім. Келесі видеода кездескенше.